Ассалаумағалейкум, құрметті Қазақстан, құрметті қазақ халқы. Қалыңыз қалай? Бүгін сіздер білесіздер ма, ауа райы қанша керек? Ауа райы 41 градус деп болжаған еді. Мынау енді сұмдық. Мынау сұмдық енді, масқара ыстық. Көлігіміз деген ішіне кіру невозможно. Отыру мүмкін емес ішіне. Айтпақшы, сол көлік демекші, мына Chevrolet Cobalt'та бір проблема байқадым. Бәрінде сондай ма, білмеймін енді. Қазір күн ыстық қой. Күн ыстық болғандықтан барлығымыз кондер қосқымыз келеді ішінен. Сол өткенде кетіп бара жатсам көлікпен, қатты айдап келе жатырмын да, осы кондер қосайыншы деп қосып қалсам, машина кәдімгідей тартпай қалды. Қиналып, артық дыбыс шығып, мотор қиналып. Сосын достардан, таныстардан сұрай бастадым. Сіздерде дәл солай ма деп. Сөйтсе олар да дәл солай екен. Жалпы моторын білесіздер ғой, объем бұның 1 да 2 ма, солай бірдеңе. И соның кесірінен бе кондер қосып жүре алмайды екенсіңдер. Ал кондерді қалай өшіресің? Бірден өшірісімен мына машина кәдімгідей жеңіл тартып тез жүріп кетеді. Мүлдем жүрмейді деп айтпаймын, жүруге болады, бірақ уже ауыр тарта бастайды екен. Кәдімгідей қатты дұрыс жүрмейді, ауыр тартады. И кәдімгідей сезіледі, нагрузка түседі кәдімгідей моторына. Бұл дегенің, егер постоянно кондермен жүретін болсаң, шамал уақыттың ішінде моторын құртасың деген сөз ғой маған. Маған сонда мен түсінбеймін сонда. Ойбай, кондер деп бізге көрсетіп, сонда кондер істемейтін болса, кондернан ешқандай пайда болмайтын болса, онда не үшін бізге бұны бізді көрсетті екен? Не үшін осыны кондерді орнатты екен, егер оның ешқандай да бізге көмегі болмаса? Жалпы осының шешімі бар ма екен? Сіздер білесіздер ме? Не істеуге болады екен осы мәселеден айналып өту үшін? Яғни мүмкін біреулер айтады, бензин ауыстыру керек дейді. Ондай да теориялар бар екен. Қалай ойлайсыз, жалпы бензин ауыстыру керек па, май ауыстыру керек па? Неден бұл? Неге солай ауыр тартып жатыр екен? Әйтпесе қиын екен бұл. Рас, машина ішінде отырып клиенттермен кетіп бара жатқанда, таксовать еткенде, таксовка шыққан кезде әсіресе көбісі кондер қосыңызшы деп сұрайды. Сонда кезде жап-жаңа көлікпен кетіп баратып, кондер істемейді деп айту бір түрлі. Енді бар шындықты айтасың енді. Дұрыс істемейді деп. Істегенмен дұрыс тартпайды машина деп. Бірақ тек қана клиент емес, өзіңе де тоже жүргің келеді ғой кондермен. Салқын көлік, машина. Сондықтан да осының шешімін бір комментке жазсаңыздар, әдемілеп тұрып, тамаша болар еді маған. Жазып кетсеңіздер. Көбісінде осындай машина шығар енді, көбісінде. Біреуде менікі жеке өзі механика машина. Біреулер айтады, автоматта жүре береді дейді. Бірақ менің досым автоматта жүреді. Ол да айтады солай. Менде де солай кондер қосқан кезде